Елдің болашағы білімді жастардың қолында. Оларды қолдау бағытында биыл жастар жылы деп жариялануы да тегін емес. Егемен елдің белсенді жастары бұл жылда ел болашағына айтарлықтай септігін тигізетін тың жобалармен және жақсы көрсеткіштермен есте қалуы керек. Өңір жастары бұл үдеден шығу үшін барын салуда. Жуырда ақтаулық оқушы 2000 жастың ішінен суырылып шығып, бірінші орын алды. Зерек жаспен әріптесім Айман Нұрмағамбет тілдесіп келді. 2000 оқушының арасынан топ жару, үздік эссе, бірінші орын. Бұл Ақтаудағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші сынып оқушысы Ая Сартбаеваның қанжығасындағы жеңіс. Кішкентайынан шет тілдерін меңгеруге әуес жас ағылшын тіліндегі ұйымдастырылған байқауға қатысқан. Жарыста жастар рухани жаңғырудың қозғаушы күші тақырыбын таңдап, елбасының рухани жаңғыру мақаласындағы 6 бағытты салыстыра отырып, диалог ретінде жазған. Осылайша олардың барлығы да маңызды деген шешімге келген. Тақырыпқа сай иллюстрациялар мен суреттер де салды. Ол бұл да осымен екінші рет бағын сынаған, шығармасы үздік эсселер жинағына енген. Мен 2016 жылы 9-шы сынып оқып жүргенде қатысқан болатынмын. Алайда ол кезде маған орын бұйырған жоқ, бірақ мен осы Discover Қазақстан ең үздік эсселер кітабына менің эссем енген болатын. Сосын енді 3 жыл өткен соң, осы жылы қатысып көрдім. Өзге тілдің бәрін көр, өз тіліңді құрметте деп жатады ғой. Менің ойымша әрбір қазақ жасөспірімі тек өзін өзі дамыту қажет, осындай халықаралық деңгейдегі конкурстарға, байқауларға қатысып, өзін жан-жақты көрсету қажет. Discovery Қазақстан жобасы білім ордаларының арасында ұйымдастырылғанына 5 жылдан асты. Байқау шарты бойынша әр оқушының еңбегі комиссияның жіті қадағалауынан өткен. Біз осы эссе байқауының нәтижесін 2 айдай уақыт күттік, және де 1 апта уақытымыз біздің осы эссе жазуға 1 апта дайындық уақытымыз кетті. Біз мұғалімнің еңбегі және Ая мен мұғалімнің бірлесіп жасаған еңбегінің нәтижесі оң жемісін берді, және біз осыған үлкен қуаныштамыз. Зерек жас мектеп өміріне де белсенді араласады. Ғылыми жобаларға, телестудия үйірмесіне қатысып, арнайы бағдарламада дайындайды. Болашақта Қазақстанның биотехнология саласын дамытуды көздейді. Осы бастан тынбай оқып, ізденісте жүр. Айман Нұрмағамбет, Ралан Әметұлы, Каспий ақпарат.